болды осы 2 бала жетеді деп күйеуім осознанно екеуі ақылдасып барып вазоктомия жасайды. Вазоктомия деген ол бізде қазақ жігіттері кастрациямен шатастырады да. Вазоктомия деп айтылды ма, кастрация жасай сал демес. Google же есть, Googleға тересін, не ол вазоктомия деген? Ол, например, әйел адамдар спираль таблетка ішсе, еркектерде тек қана вазоктомия бар. Олар спираль салынбайды ғой. Олар дәрі ішпейді. Оларда тек қана вазоктомия бар. Бізде қазақта ол өте дикі. Бірақ әйелдер бізде все-таки ер адамдарға қарағанда ақылдырақ, иә. Қандай күшті, біз деген қиналып, қайта-қайта көтеріп қоямыз, одан аборт жасаймыз, одан спираль жақпайды, таблеткадан гормональ нарушение болады. Мынау деген керемет қой деп бірінші естіген адамдар күйеулеріне айтқан. Күйеулер айтқан, қойсын ба деп айтады екен. Не айтып тұрсың, не оттап тұрсың деп. Олар еркектер до конца түсінбей тұр, что аналарды кесіп тастайды екен деп ойлап отыр да. Жоқ, просто ер адамда 2 шлангы болады да. Біреуінен жидкость келеді, біреуінен ұрық келеді. Жидкостьтің теспейді, жидкость келе береді. Кейбір ойлайды, тұрма деген артық нәрсе, кешіріңіздер, енді сондай сұраққа кетеді. Жоқ, ашып айтылу керек шығар деп ойлаймын. Ойлайды екен, вазоктомия жасалса, еркек адам тұрмай қалады. Тұрады, бәрі керемет жұмыс істейді. Просто жидкость келеді да, ұрық қана келмейді. И сен ойымдамайсың, көтеріп қаламау деп, даже постельдік өмірді, енді постельде болғанда да сен переживать етпейсің, напрягать етпейсің, үлгеріп қалам ба, көтеріп қоям ба деген. Кәдімгі расслабить етіп жата бересің. Енді қорықпайсың, еш нәрседен қорықпайсың. Бізде страх қой, көтеріп қойса не ол, дайын емессің ғой.